Бүгінгі тақырып Қазақстан жазықтары. Жалпы жазықтар біздің республика жерінің 85% аумағын алып жатыр. Сондықтан Қазақстанды ұлы жазықтар елі деу артық айтқандық емес. Расында да біз ұлы жазықтар еліміз. Біздің республика жерінің орташа биіктігі 560 метр. Салыстыру үшін, мысалы, ақш-та бұл 760 метр болса, Ресейде 400 метрден астам. Ал республикамыздың қалған 15%-ын таулар алып жатыр екен. Яғни біздің республикамыз көбіне жазық жерден тұрады екен. Енді осы жазықтардың ішіндегі ең біріншісі солтүстік қазақ жазығына тоқталайық. Солтүстік қазақ жазығы. Солтүстік қазақ жазығы Қазақстанның солтүстігінде Орал тауларынан Алтайға дейін жіңішке жолақ түрінде созылып жатыр. Міне мына солтүстік қазақ жазығы түрі осындай. Яғни бұл төбел емес, тегіс жазық. Картадан қарайтын болсақ, міне Қазақстанның солтүстігінде орналасқан. Міне көріп тұрсыздар. Жіңішке жолақ түрінде. Және мынау батысында, Ресейдің осы тұсында Орал таулары орналасқан. Біздің Қазақстандағы Орал тауының жалғасы Мұғалжар деп аталады, білесіздер, яғни солтүстік қазақ жазығы осы Орал тауымен, және де Қазақстанның шығысында осы тұста Алтай таулары бар. Сонда солтүстік қазақ жазығы шығысында Алтай тауы, батысында Орал тауының арасында жатыр екен. Ал оңтүстігінде үлкен Сарыарқа орналасқан. Осылай есте сақтаймыз. Бұл жазық Батыс Сібір жазығының жалғасы екен, бір бөлігі. Оңтүстігінде айтып кеттім, Сарыарқамен шектеседі оңтүстігінде. Мына Батыс Сібір жазығын үлкен картадан қарайтын болсақ, бұл Ресейдің біраз бөлігін алып отқан үлкен жазық. Міне мына көріп тұрсыздар, сәбіз түсті сызықпен, оранжевый дейді ғой, сонымен қоршалған үлкен жазық. Западно-Сибирская равнина дейді, яғни Батыс Сібір жазығы, үлкен жазық бар, Ресейдің біраз бөлігін алып отқан. Соның міне кішкентай бөлігі Қазақстанның солтүстігіне еніп тұр екен. Сол біздің Қазақстанда солтүстік қазақ жазығы деп аталады. Бұл солтүстік қазақ жазығына кіретін кішігірім жазықтар бар. Бірінші ол Тобыл обаған жазығы, кішігірім. Одан кейін Есіл, одан кейін Есіл Ертіс және Ертіс Құлынды деген 4 кішігірім жазықтар кіреді солтүстік қазақ жазығының өзіне. Міне картадан қарайтын болсаңыздар. Біріншісі Есіл, шамамен осы тұста. Екіншісі Тобыл обаған жазығы, кішігірім. Одан кейін үшіншісі Есіл Ертіс және төртіншісі Ертіс Құлынды деген осындай өз ішінде тағы кішігірім 4 жазықтардан тұрады екен. Жазық оңтүстіктен, яғни 200 метр солтүстікке қарай, 100 метрден сәл жоғары еңістеу болып келеді екен. Яғни оңтүстік жағы жоғары болып келеді екен, солтүстік жағы төмен болып келеді екен. Және өзен аңғарларының құрғақ желісімен жазық бет түзеді екен. Енді бұны суреттен көрсеттім, түрі осылай. Жекелеген жерлерде биіктігі 5-15 метр болатын 2 километрден 8 километрге дейін созылған жалдар, бөктерлер кездеседі. Бұл Юра кезеңінде бұл аумақ теңіз табаны болғандығына байланысты. Тек Неогеннің соңында ғана жазықтың қазіргі жер бедері қалыптасып болды. Солтүстік қазақ жазығы бұл біздің еліміздің астық қоймасы. 1950 жылдары жерінің құнарлығына байланысты, естеріңізде болса, Қазақстан тарихынан өткенсіздер, тың және тыңайған жерлерді игеру үдерісі сол 54 жылдар басталды. Міне сол жылдары осы солтүстік қазақ жазығы игерілген екен. Мұнда соңғы жылдары жиі жел тұрып, соңғы 10 жылда тіпті шаңды дауылдар соғуда екен.
Енді келесі жазық, ірі жазық, бұл Тұран жазығы. Тұран жазығы біздің республикамыздың оңтүстік батысында орналасқан. Қазақстан аумағында жазықтың тек солтүстік бөлігі ғана жатыр. Негізгі бөлігі бұл орталық Азия республикаларының аумағында орналасқан, яғни Түркменстан, Өзбекстан жерлерінде. Жазықтың табаны Тұран тақтасы деп аталатын жас платформада жатыр. Жазықтың ұзындығы 2000 километр, жазықтың биіктігі жиектерінде 200 метр, ал Арал теңізіне қарай ол төмендейді екен. Яғни картадан қарайтын болсақ, міне жасыл түспен білесіздер, 200 метрге дейін ойпатты жазықтар көрсетіледі. Міне Тұран жазығы деп отқанымыз осы жазық. Жасыл түсті. Міне осы жазық. Біздің Қазақстанға тек оның солтүстік бөлігі кіріп жатыр. Негізі мынау неде, басқа орта азиялық мемлекеттерде оның басқа бөлігі жатыр. Енді Тұран жазығының негізі түріне келетін болсақ, көбіне құмдар орналасқан, осындай құмдардан тұрады екен. Жазық солтүстік қазақ жазығымен, бұның алдында өтіп кеткен солтүстік қазақ жазығымен Торғай жырасы арқылы байланысқан екен. Міне мына картадан қарайтын болсаңыздар, мына жерде мынау солтүстік жазығы болса, жаңа өтіп кеткен. Осы Тұран жазығы мен солтүстік жазықтың арасында осындай кішкентай ғана жерде Торғай жылғасы деген жылға орналасқан. Міне сол Торғай жылғасы арқылы жалғасып жатыр екен. Байланысқан екен. Жазықтың аумағында Аласа таулы Маңғыстау облысы, Үстірт шоқысы, үлкен және кіші Борсық құмдары, Арал маңы қарақұмы, Бетпақ дала, Мойын құм, Қызыл құм құмдары, Сырдария өзені, Балқаш, тіпті Алакөл көлдері орналасқан. Міне, осылардың барлығы осы Тұран жазығында орналасқан екен. Яғни мынау Маңғыстау облысы, Аласа таулы, мынау үстіртіміз. Бұл да неде, Тұран жазығында орналасқан. Сүңген мінде құмдардың белгісі, үлкен Борсық құм, кіші Борсық құм, мынау үлкен Борсық құм, мынау кіші Борсық құм, мынау Арал алдындағы қара құмдар, мынау Қызыл құм, тіпті мына Мойын құмда, мынау Бетпақ далада, мынау Балқаш көлінде, Алакөлді де осы неге жатқызып отыр, Тұран жазығына. Одан кейін Балқаш көлі және Сырдария өзені. Сырдария өзені, көріп тұрсыз, Аралға құятын өзен, Аралға құятын өзен. Бұл да осы Тұран жазығында орналасқан объектілерге жатады. Келесі, Торғай үстірті. Яғни ойпаттардан бөлек бізде биік жазықтар да бар. Біз өткен болатынбыз, өткен сабақтарда жазықтар биіктігіне қарай 200 метрге биіктікте болса, олар ойпат, 200 мен 500 метр биіктік аралығында болса, олар үстірт, ал 500 метрден жоғары болса, біз оларды қырат деп атаймыз дегенбіз. Міне сол жазықтықтың биіктігі орташа түрі, яғни 200 мен 500 метрдің аралығындағы түрі, бұл үстірттерге тоқталады. Торғай үстірті. Торғай үстірті Мұғалжар және Сарыарқа таулары арасында орналасқан көтеріңкі жазық. Міне мына картадан қарайтын болсаңыздар, Торғай үстірті деп отқанымыз міне осы жер. Бұл мына шығысында Мұғалжар, батысында, шығысында Сарыарқа екеуінің арасында орналасқан Торғай үстірті. Үстірт беті жазық келген қырқалар жүйесіне бөлшектенген, сондықтан да Торғай төрткіл атырабы деген атауға ие болды. Үстірттің ұзындығы 600 километр, ені 300 километр,
биіктігі 310 метрге дейін барады. Орташа биіктігі 200-300 метр. Аумағын теңіз және континентальды шөгінділер, яғни балшық, құмдақ жапқан. Міне торғай үстіртінің сыртқы бейнесі осындай. Келесі, Аласа таулы Маңғыстау облысы. Яғни Аласа таулы Маңғыстау облысы да биік жазыққа жатады екен. Аласа таулы Маңғыстау облысының жерін мезозойдың ақ және қара әктастары басқан. Сондықтан Қаратау және Ақтау атауына ие болған. Қаратау жотасы 130 километрге созылған, орташа биіктігі 350 метр, шатқалдарға бөлшектенген, тік құламалы келеді. Қаратау жотасының ең биік нүктесі 5 шоқы 556 метр. Міне картадан қарайтын болсаңыздар, мынау Маңғыстау жаңағы таулы облысы. Бұнда Ақтау және Қаратау деген тау жоталарынан тұрады екен. Міне сыртқы бейнесі осындай. Ақтау және Қаратау. Қаратаудың ең биік жері, есте сақтаймыз, 5 шоқы деген жер, биіктігі 556 метр. Міне осы тұста орналасқан 5 шоқы. Және де осы тұста, осы Маңғыстау таулы облысында Қазақстанның ең төмен нүктесі Қарақия орналасқан. Қарақияның жағы төмендігі -132 метр. Дәл осы тұста орналасқан. Каспийдің шығыс жағалауында, Маңғыстау таулы облысында. Міне сыртқы бейнесі осындай. Бұл Қарақия, есте сақтаймыз, Қазақстанның ең төмен жері. Теңіз деңгейінен -132 метр. Мына суреттен де көріп тұрсыз, мына Каспий, теңіз көрініп тұр. Ал мынау жазық өте төменде орналасқан, -132-ге дейін. Бұл Қазақстанның ең төмен жері. Қаратауға параллель солтүстік және оңтүстік Ақтау шоқылары созылып жатыр. Олардың биіктігі 300 метрден аспайды және бор кезеңінің әктастарынан құралған. Маңғыстау тауларынан оңтүстікке қарай тұйық қазан шұңқырлары орналасқан. Олар Балтық теңізі деңгейінен төменде орналасқан. Жаңағы айтып кеткенімдей, олардың ішіндегі ең тереңі Қарақия ойысы -132 метр. Бұл біздің Қазақстан құрлығындағы ең терең ойыс жер. Келесі үстірт. Үстірті батыста Маңғышлақ жарты аралы мен Қарабұғаз қол бұғаздарының арасында, шығыста Арал теңізі мен Әмудария өзенінің сағасы арасында 3 мемлекеттің, яғни Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан аумақтарында орналасқан. Яғни үстірт Қазақстанның оңтүстік батысында жатыр. Картадан қарайық. Міне көріп тұрсыздар, мынау үстірт. 3 мемлекеттің территориясында орналасқан үстірті дейміз. Немесе жай үстірт десеңіздер болады. Осы Қазақстанның оңтүстік батысында орналасқан. Үстірттің орталығында Қарабауыр бөктері көрінеді. Ал жегі құлама жарқабақты шыңды келеді. Әсіресе ол батысы мен шығысында айқын байқалады. Солтүстігінде аса тік емес, ал оңтүстігінде мүлдем жоқ. Мұнда кей жерлерінде биіктігі 300 метрден асатын жүру қиын жарқабақты кемерлерді шың деп атайды. Бұл теңіз абразиясының нәтижесі. Міне шыңдар. Үстірт осындай әдемі шыңдардан тұрады. 300 метрге дейін биіктігі жететін. Бұл жағы теңіз абразиясының нәтижесі. Үстірт неоген кезеңіндегі кайнозой эрасының шөгінді жыныстарынан, яғни бақалшық, құмтас, гипс қосылған әктастардан құралған. Жалпы алғанда жер бедері жазық төмпешіктер мен ойыстар түрінде байқалады. Мұнда Қазақстан аумағы шегінде газ кен орны табылды. Ал Орта Азия елдерінде, яғни жанымыздағы Түркменстан, Өзбекстан жерлерінде үстірттен мұнай кен орындары табылған екен. Келесі, Бетпақдала үстірті. Бетпақдала үстірті Қазақстанның
үш облысының аумағын қамтиды екен. Ол Қарағанды, оңтүстік Қазақстан, қазір Түркістан деп аталады, және Жамбыл облыстарының шегінде орналасқан екен. Сарысу, Шу өзендерінің сағалары мен Балқаш көлі аралығында орналасқан. Картадан қарайық. Міне, көріп тұрсыздар, бетпақ дала дегеніміз міне осы жер. Қазақстанның 3 облысы жерін қамтиды екен. Бетпақ даланың биіктігі 300-350 метр болатын ойлы қырлы және жайпақ жазықтық ұзындығы батыстан шығыс қарай 700 километрге және ені солтүстіктен оңтүстікке қарай 150 километрге созылған. Бетпақ даланың ең биік нүктесі Жамбыл тауы, есте сақтаймыз, оның биіктігі 974 метр. Мынау бетпақ даланың сырт көрінісі. Ландшафты осындай. Бұл бетпақ даланың батыс бөлігі Сарыарқаның Каледон құрылымының жалғасы. Ол палеозой эрасының шөгінді және эффузивті магмалық жыныстарынан құралған. Батыс бөлігі палеозой, мезозой жыныстарынан және кайнозой эрасының палеогендік шөгінділерінен, яғни құмдар, құмтастар, балшық, малта тастардан тұрады. Олар кей жерлерде ірі ойыстарға бөлшектенген, көтеріңкі төмпешіктер қалыптасқан. Палеозой эрасының басында мұнда өте қуатты жанартаулар болған. Соның нәтижесінде аумақты толықтай лава жауып қалған болатын. Карбон кезеңіндегі палеозойдың соңына қарай жазықты тропиктік теңіз жауып жатты. Мезозойда бетпақ даланың жер беттері тегістеліп, өсімдіктер мен жануарлар әлемі бар, климаты ыстық құрып қайналды. Бетпақ дала бұл Қазақстанның ең аз зерттелген ауданы. Бұл балшық топырақты жазықтың жер бетінің сипатына ғана емес, сонымен бірге осы аумақтың өте қатаң климатына да байланысты екен. Тіптен 1930 жылдарға дейін бұл бетпақ даланы ешкім зерттеген емес. Тек 1936 жылы зоолог Селевиннің жетекшілігімен экспедиция ұйымдастырып, олар флора мен фаунаны зерттеп қана қоймай, жазықтың айтарлықтай аумағына қазба жұмыстарын жүргізген. Кейіннен осы бетпақ дала жерінен уранға бай кен орындары табылған болатын. Келесі, Шығыс Европа жазығы. Шығыс Европа жазығының оңтүстік шығыс бөлігі Қазақстанның аумағына кіреді. Ол шығысында Мұғалжар тауларымен, оңтүстік шығысында үстіртімен, оңтүстігінде Маңғыстау тауларымен шектеседі. Картадан көрейік. Мынау Европаның, Ресейдің және Европаның картасын көріп тұрсыздар. Міне осы Европа мен Ресейдің біраз бөлігін Шығыс Европа жазығы деп аталатын қою жасыл түспен боялған жазықты көріп тұрсыздар. Үлкен жазық, Шығыс Европа жазығы деп аталады. Міне мен қызыл сызықпен қоршап қойдым. Осы Шығыс Европа жазығының мына біреу оңтүстік шығыс бөлігі Қазақстанға кіріп тұр. Жазықтың құрамына, бұл Шығыс Европа жазығының құрамына бірінші Каспий маңы ойпаты, одан кейін жалпы сырт қыраты және Орал алды үстірті кіреді екен. Осы 3 географиялық объект кіреді. Есте сақтаймыз. Міне мына картадан қарайтын болсаңыздар, мынау Шығыс Европа жазығы болса, толықтай. Осы Шығыс Европа жазығында мынау Каспий маңы ойпаты, мынау жалпы сырт, одан кейін жайық жем үстірті орналасқан екен. Және де шығысында Мұғалжар тауларымен, мына Мұғалжар тауын көріп тұрсыздар. Шығысында Мұғалжар тауымен шекараласады. Одан кейін оңтүстік шығысында үстіртімен, оңтүстігінде Маңғыстау тауларымен шекараласады екен. Оңтүстік шығысы мынау үстіртімен және оңтүстігінде мынау Маңғыстау тау облысымен шекараласады.
Жазықтың табанында ежелгі платформа жатыр. Оның түбі палеозой, мезозой және кайнозойдың қалдық шөгінділерімен жабылған. Қазіргі жер бедері теңіз шегінгеннен кейін қалыптасқан екен Шығыс Еуропа жазығының. Орал алды үстірті мезозой эрасының соңындағы кезеңде, ал жалпы сырт кайнозой эрасының палеоген кезеңінде түзілді. Енді осы Шығыс Еуропа жазығында орналасқан ойпаттарға, үстірттерге бөлек-бөлек тоқталсақ. Сонымен жаңа айттық біз, Шығыс Еуропа жазығында Каспий маңы ойпаты орналасқан дедік. Каспий маңы ойпаты солтүстігінде жалпы сырт үстіртімен, шығысында Орал алды және үстірттермен шектеседі екен. Неден картадан қарайтын болсақ, мына Каспий маңы ойпатын және солтүстігінде жалпы сыртпен шектеседі. Шығысында жайық жем немесе Орал алды үстірті дейді, және мынау үстіртімен шектесіп жатыр екен. Міне мынау Каспий маңы ойпаты. Енді ойпаттың жер беті тегіс, Каспийге қарай төмендейді. Каспий теңізіндегі төмендігі -28 метрге дейін жетеді екен. Жазықтықтың солтүстік бөлігі теңіз деңгейінен жоғары, ал оңтүстік бөлігі төмен орналасқан, яғни Каспий маңы бөлігі төмен орналасқан. Енді мынау Каспий маңы ойпаты үлкен және кіші өзендер кесіп өтеді. Кейбірі жазда кеуіп қалады, немесе бірқатар қазан шұңқырларға ыдырап кетеді. Тұзды көлдері бар. 4-ші кезеңде ойпат бірнеше рет төмендеген және теңіз суымен толған. Бұл солтүстігінде балшықты және саздақты, ал оңтүстігінде құмды түзілістердің түзілуіне себепші болған екен. Оның жазық бетін 3 ерекше жер бедерінің формалары бұзады. Мынау Каспий маңы ойпатының. Біріншісі күмбез тәрізді, яғни 50 метрге дейін жететін төбелер. Міне мынандай төбелер, 50 метрге жететін күмбез тәрізді төбелер. Екінші ерекшелік, бұл бірнеше километрге созылып жатқан 15-20 метрлік параллель құмды қырқалар. Оларды бэр төбешіктер деп атайды екен. Суретін қарайтын болсаңыздар, міне бэр төбешіктер осындай болады. Осындай ұзындығы 15-20 дедік қой, 15-20 метрлік параллель құмды қырқалар, немесе осы төбелерді бэр төбешіктер деп атайды. Бэр деген академиктің құрметіне ең алғаш осы бэр төбешіктерін ашқан. Сол кісінің құрметіне арнап бұл төбешіктер бэр төбешіктер деп атайды. Оларды, яғни бэр төбешіктері мұз басу дәуірінде алып су басулардың ағыны арқылы пайда болған деп болжайды. Және үшінші ерекшелік, мынау Каспий маңы ойпатының, бұл төбелі барханды құм массивтерінің болуы. Олардың ішіндегі ең ірісі бұл Жайық өзенінің батысындағы Нарын құмдары. Міне мынандай құмдардан тұрады екен. Ең ірісі Нарын құмдары. Мына суретте көріп тұрсыздар, құмның белгісіне нүкте-нүкте. Мына Жайық өзенінің батысындағы осы Нарын құмдары. Міне осындай 3 ерекшеліктен тұрады екен Каспий маңы ойпатының жазығы. Келесі жалпы сырт. Жалпы сырт бұл үстірт тәрізді төмпешікті жазық. Ресей мен Қазақстанның арасында жатыр. Үстірт екі өзен, яғни Орал және Еділ өзендер алаптарының арасындағы су айрығы. Картада міне жалпы сыртты көріп тұрсыздар. Міне жалпы сырт деп отқанымыз, көбінесе Ресей жерінде орналасқан, біздің Қазақстанға міне осы тұс кіріп тұр. Жалпы сырттың
орташа биіктігі жалпы сырттың 190-240 метр. Ең биік нүктесі Қоянтау деп аталады. Оның биіктігі 619 метр. Міне Қоянтау тауы, есте сақтаймыз, бұл жалпы сырттың ең биік жері. Жалпы сырт тамаша құрылыс материалдары, жер балшықты тақтатастардан, құм тастардан, әк тастардан және басқа бор шөгінділерінен түзілген. Бұрынғы уақыттарда бұл аумақты қазақтар да, орыстар да мал жаю үшін пайдаланған екен. Келесі, осы шығыс Еуропа жазығында орналасқан Орал алды немесе басқаша атауы Ембі үстірті. Яғни жайық Ембі үстірт дегенді естісеңіз де, Орал алды үстірті екен сөзді естісеңіз де, бұл екеуі бір объект екенін түсініңіздер. Бұл Каспий маңы ойпаты мен Мұғалжар тау арасында орналасқан үстірт. Картадан көріп тұрсыздар. Міне мынау үстірт. Жайық жем үстірті деп аталады. Бұл Мұғалжар мен мынау Каспий маңы екеуінің ортасында орналасқан. Үстірт солтүстік шығыстан 450 метрге дейін, оңтүстік батысқа қарай аласарады, 100 метрге дейін аласарады. Олар бұл Орал алды немесе Ембі үстірті пайдалы қазбалар түрлеріне өте бай үстірттің түрі болып табылады. Енді Қазақстандағы жазықтықтардың жіктелуіне келетін болсақ, жазықтар пайда болуына қарай бірінші немесе алғашқы және қайта пайда болған жазықтар болып бөлінеді екен. Есте сақтаймыз. Бірінші немесе алғашқы жазықтар немесе екіншісі қайта пайда болған жазықтар. Екінші немесе қайта пайда болған жазықтар, мысалы, Сарыарқаны жатқызуға болады. Қазақстандағы ең ірі жазықтар жаңа жоғарыда өтіп кеткенімізде бұл шығыс Еуропа жазығы, батыс Сібір жазығы немесе батыс Сібірдің Қазақстандағы бөлігі солтүстік қазақ жазығы, және Тұран ойпаты. Міне осы жазықтар ең ірі жазық. Бұлар платформалық аласа жазықтар түріне жатады екен. Ал платформалық жазықтарға сонымен қатар жоғарыда өтіп кеткеніміздей Торғай, Бетпақдала, Үстірт және Маңғыстауда жатады екен. Жалпы жазықтықтар сыртқы көрінісіне қарай тегіс, төбелі, сатылы болып бөлінсе, жалпы көлбеуіне қарай көлденең, көлбеу, дөңес, иілген болуы мүмкін екен. Сонымен қатар жазықтардың аллювийлі жазықтар деген түрі болады екен. Аллювийлі жазықтар қалыңдығы ондаған, тіпті 100 метрге дейін жететін өзен суы тасымалдаған қалың тұнбалы, яғни аллювийлі шөгінді қабаттардан тұрады екен. Сондықтан оларды аллювийлі жазықтар дейді. Оған мысалы Сырдария аллювийлі жазығы, Қарақұм, Мойынқұм, құмды шөлдер мысал болады екен. Ал еліміздің солтүстігінде солтүстік қазақ жазығы, жоғарыда өтіп кеткен, бұл аккумулятивті жазық екен. Бұл аккумулятивті дегеніміз онда көптеген жылдар, ғасырлар, миллиондаған жылдар бойы шөгінді жыныстар жинақталған, аккумулятивті. Сол үшін аккумулятивті деп атайды. Оның іргетасы, яғни фундаменті тіпті 2 километр тереңде жатыр екен. Және де таулардың ұзақ уақыт мүжілуі нәтижесінде денудациялық жазықтар пайда болады. Олар қатты кристалды жыныстардан тұрады. Мысалға, біз жоғарыда өтіп кеткен Бетпақдала дәл осы денудациялық жазыққа жатады екен.